Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікіда қағабойле мәлімат. Дистанцион рейберов, руселілер осе чымны насыл япа білежеклер. Қырым вяқяры чын президентінің авалелері енді мемлекет акиметінің сайтында не шырытылды. Юрегінде атеш яқ ярмадамызда матем акциясы башлана. Хош келді қасабасындаки орман юлағыны бұйық чөплік басына чевірділер. Никита Небатат бақчасында әсі ақсыне бар чечеклері голеве қоқый. Русия сәкенлері сайлавлар ве референдумлар кечірілген вақы дистанцион шекілдеве почта вастасынен рейбері поладжақлар. Девлет думасының үшінші топлашывында мебуслар электрон сайлавақта қануны қабыл еттілер. Ұқуқ қайделері анаяса бойынша кечірілген умум Русия сайлавларына дарқалмай. Бұл түзетмеге көре госуслуги порталы ярдыманен имзалар топлана бөлежек. Хатырлатамыз, анаясада денішмелер бойынша сайлав апрелінің 22-сінде олажақы да, ама оны пандемия себебінден башқа вақытқа кечірділер. Владимир Путин Қырым вяқер шерінің жемат тешкілетларының векілерінен Корышев кечірген сон авалелер жедвеліні таздықлады. Тедбір март айында олып кечкені да умумен олар 19 здания. Весіға әнді Русияның ресми сайтында ерлештірілді. Тавсилетларына Айше Шулакова біле. Это вопрос касается и крымских, и севастопольских ветеранов и их родственников. Қырым вяхер жемачыларынен Корышев кечірілген вақыт Қырымда ОНФ исполкомының ребері Алавертинская Улу Ватан жөнкі иштиракчилерінің хатырасыны эбеделештірмек режасыны сеслендірді. Тех родственников, значит, которые, ветераны и участники войны, которые умерли после 2014 года, появилась возможность за счет федерального бюджета использовать деньги, финансовые средства на изготовление и установку памятников. Но, к сожалению, эта мера не распространяется на тех ветеранов, которые нас покинули до 2014 года. Буведа 18 башқа мураджатны Владимир Путин ось авалелері жедвеліне кірсетті. Он поддержал наше предложение. Буквально на днях было, значит, выпущено уже официальное поручение президента к правительству Российской Федерации. В срок до 1 ноября 2020 года правительству необходимо разработать механизм возмещения затрат из федерального бюджета родственникам умерших ветеранов и участников боевых действий Великой Отечественной войны, которые проживали на территории Республики Крым. Жедвелге умум Русия КВН юниор лигасына дестек программасы да көрсетілді. Русия Яшлар бірлешмесі тарафындан амелге кечірілі. 2005 сенесінден берлі бұл халқара КВН бірлігінің екене ресми бала лигасы. Эндеден тасил органлары региональ тақымларға тешкіли ве малеви ярдымны көстере біле. Чтобы ребята, которые хотят участвовать, имели возможность ездить на игры куда-то там, не только в своем поселке или в своем городе где-то там проводить эти мероприятия, а чтобы находились какие-то возможности и транспортные, и какие-то, может быть, ну да, действительно финансовые. Первая задача. И вторая задача была, у нас есть телевизионный проект, который несколько сезонов уже финансируется за счет фонда президентских грантов. Но он имеет ограничения по одной тематике. И мы хотели получить стабильное какое-то финансирование, поскольку телевизионный проект это довольно дорогостоящее такое мероприятие. Қырым жемат палатасының азасы есе Ғалебек Куню умум Русия севесінде Москвадан нешір етілген «Правда» газетасының репринтны адамларға дархатмақны теклиф етті. Бұл 1945 сенесі майысын 10 күні чыққан сан олажақ еді. Путин бұғайеге қол тұтты, ләкин коронавирус пандемиясы ось денішмелеріні көрсетті. Когда нам разрешат торжественно и массово праздновать такие даты, а у нас целый год объявлен президентом годом памяти и славы, и поэтому обязательно этот экземпляр газеты дойдет в каждый дом и останется на память для поколений. Эрбір авалей үшін айры вақыт айрылды. Толу жедвелінен акимет сайтында танышмаға мүмкін. Айша Шулакова, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Сыргонлекнің ажысыны бедеген хатырламақ. Юрегінде атеш яқадлы акцияның мақсады бөледір. Бұл сене акция онлайн чекіленді кечежек. Бұл коронавирусқа қаршы көрсетілген сыңырларнен бағлы. Ерістеген іштірак ете бөле. Майысының 18-інде ақшам саат 9-да пенжереде чырақ яқмақ керек. Бөле фото чекіп, аяғларда дарқатмалы. Хэштеглерні де қошмақ керексіні золар ақында тешкелечінің, яғни халықлар дослығы евінің сайтында малюмат алмаға мүмкін. Бойле акциямызның біз көстереміз ең біріншіден біздің бірлігімізні,
ве айтамыз. Сүргінлік эбеди хатырамызда. Біз дәвет етеміз бұттың Қырымда яшаған адамларына біздің матем акциямызда иштирак етмеге. Ел-елдан бұл матем күні беңлерде қырымлыны бірлештіре. Майсынан 18-інде қанунсыз сүргінлікнің құрбанлары беделеріне чечеклер қойыла, вех мезжетнің мерkezінде чырақлар яқыла. Енді келечек аптадан қырымлыларының 85% ішке чықып олачақлар. Бұл ақта Сергей Аксенов оператив штабының топлашывында білдірді. Хасталарының сайысы не қадар артты. Жемат нақлеті не вақытан башлап қатнайжақ. Жевапларны лепхамызда тапарсыз. Ярымадада сонки сутка девамында COVID-19 хасталығы 6 кішіде белгіленді. Двое – это Ялта, двое – Алушта, один Симферополичек и один Феодосии. Алушта ве Ялта шәһәрләрендә адамларға вирус әвелки хасталардан юқты. Ахмеджеттәки яны хаста есе башқа субъекттен келді. Работник железнодорожной сферы приехал из Ростова-на-Дону. Поездом обратился за медицинской помощью с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Был обследован, помещен в ковидный госпиталь, лаборатория положительная, установлен круг контактных лиц по семье, это 4 человека, и по вагону 5 человек. Шымдыки вақытта Қырымда маска низамы окумсөре, чоқысы тижари ноқталар аляда чалышмай. Амма енді келечек афтадан Қырымлыларының 85% ішке чықачақлар. Бұны Ярымадада хакимияты хабер етті. 10-15% у нас останется из тех, кто еще будет пока в подвешенном состоянии, пользоваться мерами господдержки, по ним работаем отдельно. Мой сеселер чалышып башлаған сон, күн вақытында жемат нақлеті қатнап башладжақ. Я обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Если вы чувствуете потребность, в данном случае это ваша задача, просто отмониторить все маршруты без исключения и посмотреть, где необходимо количество единиц добавить, мы просто ждем от вас информацию. Ярымадамыздың пандемия башлағанынан берлік COVID-19 хасталығынен 245 кіші қайт етілді, 84 адам шифаланып, евге қайтарылды, 4 хаста вефат етті. Обсерваторларда 592 адам болына. София Шукурова, Руслан Минаев, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Орман йолағында чөплік топланылығы Балабан телюкедір. Ахмеджетке яқын ерлешкен хош келді қасабасының сәкенлері ташланған қалымтыларға, антисанитарияға вемескен секторда олған ярамай қоқуларға шекайет етелер. Тафсилатлар Султанеси Такаеваның левхасында. Шишелер, жам парчалары ве пластик. Хошкелді қасабасындаки орман йолағына бойле чөплік кетіріп токелер. Лемара Биченова мұнда енді 30 жылдан берлі яшай әвел бұ ерде раатлана ветазе авадан нефес алайдық дей. Амма шымды хафлы инфекция юқмасындан қорқалар. Полная антисанитария и опасность того, что здесь может очаговые различные инфекционные заболевания. Потому что захоронение приносят сюда, извините за выражение, дохлых кошек, собак. Ерлі сәкенлер бұл меселенен озлері көрешелер, талақалар тәшкіл етелер ве территорияны темізлейлер. Амма қанун бұзужиларыны излеріне тушып, оларны тұтып оламайлар. Амма кім төке, нас төке, бір кімсен хабері жоқ. Мұна лемаратта айтсын, бір кімсен хабері жоқ. Бір түрі тұтманчарыз жоқ, амма не вас төке, нас төкелер, бір кімсен білмей асылы. Чөплік құтулары мұнда yok. Қалымтыларыны чыққармақ үшін автода екі кере мақсус машиналар келе. Амма орман йолағанда да чөплік азлашмай. Желчь, которая накапливается вот вместе с этим, не дает нам покоя. Это мы оставим для внуков, для правнуков. И нас это беспокоит. Мы убираем, а они привозят, бросают. Экология идаресі бұл суалны ось незаретіне алды. Шымды меморий верей тахихатлары кечіріле қанун бұзуджылар жезаланажақ. Если это гражданин, то штраф составляет от 1000 до 2000 рублей. Кроме того, также будет рассчитан ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды. Ну и, соответственно, помимо всего прочего, еще и ликвидация свалки будет силами именно нарушителя. В случае неустановления нарушителей будет, соответственно, принято решение о направлении материала в соответствующий орган для ликвидации данных свалок. Инсанлар темы саванен неве салмаға вейкене ешіл зонаны сақлап қалмаға істейлер. Олар низамны ряет етіні свет чөплікні бойле ерлерде ташламаныз деп чағыралар. Султанеси Такаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін.
Майысының 16-сында Ночь музей Фатлы Бутун Руси акциясы онлайн режимінде кечеже Қырым татар медени тарихи сабалық музейінің программасында Ғалибенің 75 елығына бағышланған сергіде экскурсиялар. Аметхан Султан ве дегер қарманларымыз ақында мультимедиа тақдимнамелері халқымыздың медениеті ве санаты ақында экспозициялар, эмде барақалар ясалуы ве жамыстың дересім чызув бойынша мастер-класслар бар. Тедбірлер күндіз саат 3-тен ақшам 7-ге ВКонтакте ве Инстаграм ағларында музейінің сәйфелерінде яйынланылacak. Никита Небатат бақчасы гүлведегер чечеклер ачылуынен қувандыра. Лекен пандемия себебінден бақчаға еті бармақның чаресі yok. Оның үшін келіңіз бар дүлберлігіні бірлікте көзетейік. Наджия Исаева девам етем. Ароматы самые разнообразные бывают у ирисов. От ванильных, шоколадных, цитрусовых даже. Ну и, к сожалению, бывают иногда не совсем приятные. Но каждый сорт имеет свой особый аромат. Ирина Улановская Небатат бақчасына сусам гүлер коллекциясының кураторы. Бұл өсімлік ақында саатлерінен тариф ете біле, олардың өлчілеріні, шекілеріні, түслеріні біле, атта чечеклерінің қоқысына көре чештіні белгілей біле. Не зря называются ирисы бородатыми. Вот у них есть такие своеобразные выросты на нижних долях околоцветника. Вот это вот и называется, собственно, бородка. Бұл ерде кечкен асырдан башлап зиманеви чечеклерге же бутун селекцион жерян тақдим етілген. 200 квадрат метрлік ерде эпсы бақча группаларының векілері осе карлик сойлары, орта ве yüksek бойлы өсілміклер. Умумен 108 уч чешет бар. Дегер коллекцион дамарталар да бар. Анда яны чешлер асырала. Одно из растений или культур, можно так сказать, обладающее наиболее широким спектром окраски. Недаром в переводе с греческого ирис означает радуга. То есть ирис был назван в честь греческой богини радуги. Сусам чечеклері ось парлақ түслерінен айретте қалдыра. Бұл ерде тантаналы мор түсте чечеклер, мавы, гигантлар ве сырлы, назик өсімліклеріні көрмеге мүмкін. Назик гонжелер текмені вебалқұртларыны желп етмеді. Бақыныз не қадар чалышқыр операторым бар. Арсен, кел бір асыратланайық. Yok, işimiz kaynay. Композицияны эвелден тешкіл еттілер, ләкін чоқ еллы қосымлық бір ренкіні денштірір. Оларының ресамлары балқұртлардыр. О қадар чечек бірінші гүлеген өсімліклерге енді кеш гүлеген чечеклерді қошылды. Вақыт вестек олса бұтын мейданы кезініп шықмаға мүмкін. Майының башында Никита Небатат бақчасына чешет өсімліклер яраштырды. Сусам чечеклерінің қомшылары да гүледі. Бұл есе айынкле пемпе, бияз түстекі папатия чечеклері, назик, балабан, көзлі мелепшілер, розмарин ве мускаридыр. Чечеклерінің эксери қысма бұл ерде бірінші кере тақдим етіле. Кімерлерінің янылатмаға да мүмкін. Мұнда қою пұскөлі ве қоқ құшағы ренкінде чечеклер бар. Чечеклерінің қыраличасы сайылған гүлде ачып башлады. О Небатат бақчасына айры ерала. Оларының селекциясында олған ирешмелер бұйық мүкафатларға наил олды. Клементина, Коралловый сюрприз ве пестрая фантазия кыбы уч чешет Алмания ве Италия мемлекеттерінде өткерілген ярышларда нам қазанды. Тажиплы дұйғылар. Дениз дайын көлемінде чечеклер яменден ғайры бұл ерде ич кімсе yok. Яни император бақчаның сергісі текмен үшін. Шымды климатислер де чечек açты. Мында оларның 130 чешті бар. Да бір эстетик бақшыш глицинияның гүлемесідір. О Небатат бақчаның эпсы колона ве кемерлеріні яраштырды. Мен там манада чешет ренклі құбе түбінде раатлануымы девам еттім. Ақықы глициния учан сұвы. Аретте қалдырыжы гөнжелер әр тарафтан сарқып тұралар. Дүниядаки 8-ші мүжесе десек, yanlış olmaz. Декоратив ляна мында пек популяр өсімлікнің yüksеклігі 20 метріні тешкіл ете білем. Эрілған, мор, бияз, пемпе түслі гүлдестелер эпсі өзінжісіне уникаль чечеклер. Мында да бір бақшыш бар. Бұл да Сиреневая симфония адлы эрілғанның чечекленмесі. 2011 сенесінен бұл коллекция Сирень Победы адлы федералияханың иштиракчысы olan. Бақчада оның четел ве ерлі селекциялы 100 чешіті бар. Боле güzellikнің мүддеті бар. О карантин бітмесіні беклеп тұрмас. Оның үшін бізім телевизион тақымымыз сізлер үшін бар бақчаның ажайып көрінішіні шығарды. Наджия Исаева, Арсен Фукала, Миллет үшін. Шымдықыда қаға бұл епсі қаберлер кележек елімізні 21.5-та қачырманыз қайырлы ақшамлар.